Сәлем достар, мен бүгін алюминді палгада ет пісірдім. Ет қана емес, әрине көкөністерді қосып пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Бір жегенде дәмі таңдайыңыздан кетпейді. Қуырып әуре болмайсыз, барлығын турап саласыз. Және де қазан жуып, ыдыс жуып әуре болмайсыз. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен етті жұп-жұқа қылып турап аламыз. Содан соң тұз, қара бұрыш және зыра қосып араластырып аламыз. Мен тұзды алған ет болғандықтан тұз қоспадым. Және бір ас қасық крахмал қосамыз. Крахмалды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Және де соя соусына бір қасық қосып араластырып аламыз. Және бір қасық сұйық май қосып араластырып дайындап қоямыз. Немесе зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Содан соң көкөністерімізді турап алып, ең астына алюмин палга қойып, оның үстіне пиязы, зілбір және көк пияз, сарымсақ қойып, оның үстіне ет салып шығамыз. Пиязы молырақ болғаны жақсы. Содан соң үстіне көкөністер салып шығамыз. Тез пісетін көкөністер болса, өзіңіз қалаған көкөністер сала берсеңіздер болады. Және де қалған пиязын салып, қызыл бұрышты салып шығамыз. Және үстіне азырақ көк пиязды салып шығамыз. Содан соң дәмдеуіштерден өзіңіз қалаған дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен қара бұрыш, тұз және паприка салдым. Азырақ тұз салдым, көкөністерде тұз жоқ болғандықтан. Және де 2 ас қасық сұйық май немесе зәйтүн майын құйып, содан соң бетін алюминді палгамен жауып, шетін жақсылап отырып жапсырып шығамыз. Содан соң духовкада немесе табада пісірсеңіздер болады. Мен табада пісірдім. Орташа отқа қойып, табаға салып, қақпағын жауып, 15 немесе 20 минут қойып пісіріп аламыз. Содан соң бетіне ас көктерімізді сеуіп қойсақ, тіптен дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасап көрсеңіздер, дәмі таңдайыңыздан кетпейтін болады. Назарларыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.